Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қалдарыңыз қалай? Так. Бүгін бізде демалыс, сол, как обычно, қол босаған кезде осылай видео түсіретініміз бар. Так. Балапандар өсіп жатыр. Барлық орнымен. Сол кішкене қора жаққа шығып, балапандарды реттеп жатқан жайым бар. Так. Балапанның бәрін сыртқа шығарып жібердім. Мына жақта бізде кішкене балапан басы шығарған қырық. Бір балапанын өлтіріп алған, қалай өлтіріп алған білмеймін. 3-ақ балапан қалды сөйтіп. 3 балапан қалды. Осыларды бағып қағып өсіреді енді. Так. Мына жақта бізде 2 балапан болған. 40 тауық болған. Оны балапаннан ажыратып, балапандарын мына жақта брамаға қосып тастадым. Общинеге жібере салайын десем, әлі кішкентай, шығып тастай ма деп жіберген жоқпын, сондықтан алып мына жаққа қосып бердім. Өйткені брамалар кішкене спокойный болады, чем кучинскийге қарағанда. Кучинскийлар шығып тастайды, майда балапандар. Так, мында бізде кучинг тауықтары. Кешегі 2 балапан ашып шыққан тауық міне. Жай домашний тауық қой, бірақ қоса салдым. Арасында жүре береді. Жұмыртқа туып бастады ол да. Мына жақта бізде подростықтар, жасөспірімдер. Олар да өздерімен өздері еркіндікке шығып кішкене үйреніп жатыр. Қораздар даже мынау үлкен тауықтарға шабатын болған, кішкене айқайлап жүр уже. Шақырып жүр. Ол бізде қора пока тауықтар шығарып жатқан жоқ, өйткені бұлар шықса балапанның бәрін шұқып бытышын шығарады. Кешірек деп шығарам. Бүгін менде ночь, сол жұмысқа кетіп бара жатқан кезде шығарып кетемін осы тауықтарды. 1-2 сағат жайылып, сосын ішке кіретін болады. Так, мына жерде әдемі салқын болып тұр. Бізде далада күн ыстық. Балапандар осылай күншуақта. Күннің көзінде демалып жатқан жайы бар. Так, мына жақта бізде балапандар осылай жайылып жүр. Балапандарға ыстық болып жатыр деймін. Суларын құю керек дұрыстап. Так. Бізде мекендер болса, мына жақта бізде қораздар. Көрінбей тұр. Қораздар далаға анда-санда бір шығарамыз. Так, мекендер сол постоянно далада. Бізде бөлек команда, бұлар ан жақтағыларға қосылмайды, уже бәрі мына ішіне кіріп үйренді. Бұларында сулар таусып қапты. Суларын құямыз қазір. Олардың істеп тұрғандарын қараңыздар. Бәрі шөлдеген. Суларын дұрыстап құю керек. Так, бұл бізде подрощенный балапандар. Так, мына жақта бізде кешегі инкубатордан шыққан балапандар 1 аптадай болып қалды. Жеті жұмыртқа салдым примерно. Соның бір 50 шақтысы ғана шықты ғой деймін.
В общем, бір балапан что-то ауырып тұр, бір қара балапан. Неге олай болып тұрғанын білмеймін. Соңғы рет шығарған балапандар болса, одан кейін жұмыртқа салған жоқ, не қылып жатырған. Осы шыққан балапандарды скорее всего өсіретін шығармын. Сосын көрем, үйінде тағы бір салып қалам ба, тоже. Пока осы балапандар жетеді. Барды жасына матасын алып тастау керек. Бір аптадай болып қалды. Так, мына жақта бізде кешегі плиткалар. В общем, плитаны құйған кезде мен майдың орнына сабын араласқан су бар ғой, кәдімгі кір сабын, обычный. Хозяйственный мыло дейді. Соны суға араластырып, сонымен шайып жіберіп, соның үстіне құя салған дұрыс болады екен. Қазір көрсетемін, мына жақта қойып қойдым, қалай шыққан. В общем, сол кір сабымен ішін жуа салсаңыздар, әдемі шығады екен. Мынау кешегі бізде маймен құйғанымыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне беті дұрыс емес онша. Мынау бізде ерте алып қойған плиткамыз. Мына жақта мынау ешқандай майсыз, ештеңесіз, ең бірінші қалыптың өзінде құйғанымыз. Ал мынау міне кір сабымен құйылған плиткалар. Мынау и мынау екеуі. Четкий шықты ғой, четкий. Четкі болды. Жалпы осылай қалып алып, осылай құям дегендеріңіз болса, сол ең әдемі вариант. Просто кір сабынды алып, суға араластырып, сонымен ішін бетонды құймай жатып, бір шай жібересіздер, болды. Теп-тегіс әп-әдемі оп-оңай алынып қалады. Жалпы бүгінгі жаңалық осы біздегі. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сосын айтпақшы, канал бізде сіздердің арқаларыңызда монетизациядан өттік. Енді дальше больше жұмыс істейтін боламыз. Алла жазса, жақында бір конкурс бар, бір нәрсе ұйымдастырып жүремін. Амандықта, кездескенше сау болыңыздар.